Сәлем құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте жұмсақ шелпек дайындайтын боламыз. Ал сіздер каналыма тіркеліп, қолдау көрсетіп отырыңыздар. Ең алдымен ұнымызға тұз қосамыз. Содан соң қантымызбен ас содасын қосамыз. Сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Жылытқылап су қосып, араластыра отырып, қамыр илейміз. Қамырымызды жарты сағатқа бұқтырып қоямыз. Пешке қыздыруға майымызды құйып қоямыз. Қамырды оқтаумен жайып, дайындап қоямыз. Isып тұрған майға шелпектерімізді пісіреміз. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын.